Мынау Ринат туралы қайта сұрап жатыр. Кейін қосылғандарыңыз жақсылап естіп алыңыздар. Мен бағана сөздің басын содан бастадым, тағы сонымен аяқтағым келіп тұр. Сол осы нәрсе жабылсын деп ойлаймын. Ринатты мен нағыз Құдай танитын азамат деп білем. Құдайға сенетін азамат ол. Құдайы бар азамат. Сол сұхбатты асықпай толық тыңдап шығыңыздар. Бір қазақтың баласына ондай айып тағу үшін ардақтылар кішкене оның ойын не айтқысы келді. Мына адам кең ойлаған адам кең болмайды деген сөзі бар. Өкінішке орай. Мына дінді қорғаймыз дегендеріңізге айтып отырмын. Дінді айғай шумен қорғамайды. Бірін-біріне сөз атуменен қорғамайды. Алла тағала өз дінін өзі қорғап алады. Сенсіз де қорғаған ол дінді. Сенсіз де қорғап алады. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Құранды дінді мен түсіргем, Алла өзін қорғап алам дейді. Қорықпай қой дейді. Маған кіріспе дейді. Бұл бір. Сен өз семьяңды қорға.